Біздің ел дәстүрлі түрде көп конфессиялы ел. Тарихқа көз салар болсақ, біздің жерімізде түрлі дінді ұстанушылар көне замандардан бері бір-бірінің діни сенімдеріне құрметпен қарап, қатар өмір сүріп келе жатқанын көрер едік. Алайда Даиш тәрізді террористік ұйымдар адамды осы құқықтан айыруға ұмтылады. Сирия 2016 жылы соғыс бейбіт елдің быт-шытын шығарып, оның соңы 10 мыңдаған өлімге ұласып, 100 мыңдаған босқындар жапа шегуде, миллиондаған адамдардың тағдырының күйреуіне алып келді. Осы аласапыран арасынан жаңа әлемдік қауіп Даиш басын көтерді. Даиш бұл ислам атын жамылған террористік ұйым. Олар мұсылман үмбетінің ешбір қолдауынсыз халифат құрғандарын жариялап, ислам үмбетіне жалған халифті ұсынды. Әлемде 1,5 миллиард мұсылман бар. Хақ мұсылмандардың барлығы осы адамдарға қарсы. Оларды исламда хариджиттер деп атайды. Даиш террористік ұйымының құрығына түскен жандар бастарын қатерге тігуде. Күн сайын үкімет әскерімен өтіп жатқан шайқастарда және коалицияның әуе соққыларының астында Даиш лаңкестері жүздеп қаза табуда. Даиштің арбауына түскен адамдар өздеріне, жанындағы әйелдері мен балаларына қауіп туғызады. Қазіргі таңда Даиш террористік ұйымы бүкіл әлем үшін шынайы қауіпке айналып отыр. Өкінішке орай, Даиштің қатарында Қазақстан азаматтары да бар. Әдетте Даиш лаңкестері өз қатарына радикалдық бағыттағы исламды насихаттаушылар арқылы ислам діні туралы таяудан бері танып біліп жүрген жастарды тартады. Әлемнің көптеген елдеріндегі жүздеген отбасылар өз балаларынан айырылып қалуда. Ал олардың кері оралуының ықтималдылығы өте төмен. Мемлекет осындай қауіп-қатерлерге байланысты үкіметтік емес ұйымдар мен сарапшылар қауымдастығын жұмылдыра отырып, экстремизм мен терроризмнің алдын алуға бағытталған белсенді іс-шаралар жүргізуде. Өзге елге барып, қандай соғыс екенін білместен, өзінің бауырларына қару кезеп өлтіру деген бұл мүлдем біздің дінімізге жат нәрсе. Олардың өздері де кейбіреулері қазір елге оралып жатыр ғой. Солардың өздері де біз қателеспіз, білмеппіз, біз алданыппыз деп жатыр. Сондықтан ол жақта жаңағыдай балдарын, әйелдерін алып кету мүлдем бұл біздің дінімізге дұрыс келмейтін дүние. Сондықтан біз жастарымызды әрине осы тұста алданбауға, біреулердің жаңағыдай азғырғаны ермеуге шақырамыз. Өздеріңізге әрқашан сақтық танытыңыздар. Бос қызығушылыққа бой алдырып, ақыл-парасаттан бас тартып, өз бастарында қауіп-қатерге тікпеңіздер. Даиш террористерінің қатарына өзіне өзі шамадан тыс сенушіліктің кесірінен қосылып кететіндер бар. Олар өздерін кез келген жағдайда ұстай алатындықтарына және басқа біреудің ықпалына түспейтіндіктеріне сенетін. Өкінішке орай, шамадан тыс көзсіз сенімділік оларды апатты жағдайға соқтырды. Егер зер салып қарар болсақ, Даиш террористік ұйымы бүгінгі күнде мұсылмандарға қарсы соғыс жүргізіп жатыр. Бұл біздің қоғамымызда өмір сүріп отырған әр адамға қарсы соғыс. Адамдардың көптеген бөлігі былай деуі мүмкін: Сирия алыс, маған ол еш қауіп төндірмейді. Бірақ ақиқатына келгенде еш адам бұл обадан сақтандырылмаған. Біз тек бірге отырып қана бұл құбыжықты жеңе аламыз. Өз балаларыңызды, туған-туыстарыңызды, достарыңызды және таныстарыңызды террористік ұйымдардың деструктивті идеологиясынан сақтаңыздар. Даиш мақсаты адамдар мен халықтарды өздерінің сан ғасырлардан бері атадан балаға жалғасын тауып келе жатқан сенімдермен, қоғаммен, адамзат мәдениетінің бүкіл әлемдік қазынасымен байланыстыратын тізбекті толығынан жұлып алуға бағытталған.